Баршаңызға қайырлы күн достар. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз осындай бір жасағаннан керемет болып шығатын самсаны дайындайтын боламыз. Алдыменен менің арнама тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Сол кезде менің шығарған әрбір контентімді алғашқылардың бірі болып көретін боласыз. Бұл самсаны дайындау үшін бізге тесто, қамыр, одан кейін тартылған ет, картошка, пияз және дәмдеуіштер қажет болады. Мен бұл самсаны дайындау үшін арасына салатын самсасына 4-5 дана пиязды және 4-5 дана картошканы қабығынан аршып, жуып тазалап алдым. Одан кейін мына өздеріңіз көріп тұрғандай осылайша барлығын шаршы етіп, ұсақтап турап шықтым. Барлық туралған көкөністерімізді ыдыстарға салып жинаймыз. Одан кейін үлкен бір таза шұңғыл табағымызды алып, ыдысымызды алып, осыған барлық салмаларымызды саламыз. Бірінші етін салдым. Шамаменен 300 грамдай ет, сосын картошка, пияз, мінекей бәрін саламыз, бір ыдысқа жинаймыз. Одан кейін дәмдеуіштерін қосамыз. Мінекей тұз сеуіп жатырмын. Аса көп тұз салмаймыз, ашты болып кетеді. Кішкене бір шай қасықтай, шай қасықтың жартысындай қара бұрыш және қызыл бұрышты салып, осылайша барлығын жақсылап араластырып қоямыз. Мінекей барлығын жақсылап араластырып жатырмыз. Енді кішкене 40-50 грамдай су май құямыз, пістемай құямыз. Тағы да осылай жақсылап араластырып қойып қоямыз. Мінекей біздің самсаға салатын салмамыз дайын болды. Енді жаңағы слоеный тесталарымызды мінекей холодильниктен алып, кішкене оны жылытып, осылайша қамырларын бөлшектеп бөліп аламыз. Кішкене осылай саусақтың көмегіменен ұнға кішкене тигізіп отырып, осылайша домалақтап, жаймалап аламыз қамырларымызды. Сосын оқтаудың көмегіменен айландыра отырып, осылай кішкене дөңгелектер жасаймыз. Сөйтіп барлық осылай оқтауменен иленген қамырларымызды, дайын болған қамырларымызды бір шетке осылай жинай береміз. Барлығын оқтаумен илеп, осылай қажетті қамырымызды жасап аламыз. Мінекей мен қамырлардың бәрін жайып болдым. Енді самсамызды түйеміз. Арасына мен салмасын өте мол қылып салдым. Салмасының мол болғанын жақсы көреміз. Мінекей үшбұрыштап, осылай жақсылап бекітеміз де ыдысымызға салып, самсаларымызды жинаймыз. Самсаларды жинаған кезде араларын ашық-ашық қоямыз. Әйтпесе піскен кезде бір-біріне жабыс қалу мүмкін. Осылай кішкене араларын ашып қоямыз. Одан кейін жарылған бір жұмыртқаны жақсылап араластырып аламыз да, әрбір самсамыздың үстіне осылай барлық жеріне тигізіп, жұмыртқамызды жағып шығамыз. Енді оның үстіне себелеп шығамыз дәндерімізді. Ерекше дәм береді, әрі әдемі көрінеді. Мінекей самсамызды дайындап болдық. Енді алдын ала қыздырылған пешке 170 градусқа осылай 40-45 минутта пісіріп аламыз самсамызды. Енді әр үйдің пеші әртүрлі, әркім өзінің пешіне қарай
градусын қояды. Мінекей менің самсам дайын болды. Как раз кешкі асқа самсамыз дайын болды. Енді самсаменен жақсылап шайымызды ішсек па деп ойлап отырмыз. Мінекей біздің самсамыз осындай болып шықты. Егер де сіздерге менің жасаған бүгінгі самсам ұнап жатса, сіздерге бүгінгі көрсеткен рецептім пайдалы болып жатса, менің арнама тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Мінекей ортасын ашып көрсетіп жатырмыз. Өте әдемі, күшті болып шыққан, әрі өте дәмді. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет, сау болыңыздар.